Саламатсыздар ма балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша, да? Конечно, қолдар екі қолдар. Тамаша. Ол жарайсыңдар балалар. Жақсы, көңіл күйлерің тамаша болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Ал балалар, бізде қазір қандай жыл мезгілі? Жыл мезгілі балалар. Көктем. Көктем, жарайсың. Жыл мезгілі көктем. Иә? Көктем Наурыздың бізде бірінші айы. Көктем мезгілі Наурыздың. Жақсы, бүгін нешесі? Наурыздың 15-і. Аптаның қай күні Нұршат? Аптаның қай күні бүгін? Жұма. Аптаның 5-ші күні жұма бізде. 5-ші күні сен бейсенбі демесіз, да? 5-ші күні жұма, дұрыс айтасыз. Жақсы балалар. Ондай болса, бүгін ауа райы қандай болып тұр далада? Қандай болып тұр? Күн шығып тұр ма? Аспан? Бұлт болып тұр да? Бұлт болғанда бізде күн шықпайды ғой. Аспан бұлтты болып тұр, күн жоқ аспанда да? Аспан бұлтты болып тұр. Аспанның бұлттылығына қарамай, біздің көңіл күйіміз көтеріңкі болсын әрқашанда да? Жақсы, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мамандықтар әлемі. Сабағымыздың мақсаты балалар, мамандықтар әлемімен кеңінен танысу, қай мамандықтың қандай құрал қолданатынын білу, үлкен кісілердің еңбегін сыйлауға үйрену, ата-анамыздың мамандығымен жақынырақ танысу, иә? Сондай келешекте мамандық таңдауға бір саты болса да жақында мағлұмат алу бүгінгі мақсатымыз, иә? Жарайды. Ондай болса сабағымызда кішкене көңіл күйімізді көтеріп алып бастайық. Біз мықтымыз ба? Мықтымыз. Біз күштіміз ба? Күштіміз. Біз бақыттымыз ба? Бақыттымыз. Ондай болса, оң қолымызды көтеріп, өзімізге сәттілік тілейік. Жарайсыздар балалар. Жақсы, сабағымызды бастамас бұрын бір кішкентай ойын өткізіп жіберейік. Қайсы кім батыр? Бірінші кім бастайды екен ойынды? Келе ғой. Так, мына жерде міне маскалар бар. Масканы не екенін қарамай тұрып, киесіңді мен кіммін деген ойыны. Мен кіммін деп сұрайсың, сыныптастарың сені сипаттайды, сен табасың кім екеніңді. Қайсысы аласың? Жақсы, қарамай аламыз, қайсысы болса да. Қатты дұрыстап ұста. Екі қолымен ұста. Әдейі болып тұр. Қаттырақ сұра. Мен кіммін? Мен кіммін дейді. Кім бұл? Жабай аңсың. Жабай аңсың, жақсы. Исмаил тағы кім бұл? Қу аң екен, жақсы. Шыңғыс кім бұл? Тағы қандай аң? Түсі қандай? Адам жүрген. Сары бұлт. Ал, кім екенсің сен? Кім? Түлкі екен, кәні ашып қарай қойын. Түлкі екенсің? Я, жарайсың, түлкі екен, жарайсың. Келесі, алып қойын. Келесі, ала қос. Қайсын аласың? Я, қарамаймыз, бетімізге тақаймыз. Сұра. Мен кіммін? Сенің шашың әп, сақалың әп. Так, сақалың бар екен, ол ақ екен, шашың ақ екен. Үстің сары, шапқын, қызыл. Бұл адам ба, жануар ма? Адам екенсің. Ал, сақалың ақ екен, шашың ақ екен, адам екенсің. Кімсің сонда? Атамын дейді, қайсы қарай ол? Ашық қарай ол. Дұрыс, ата екен, да балалар? Өте жақсы. Келесі кім? Исмаил келе ғой. Келе ғой, мұнан айналып келе ғой. Так, бірінен ала ғой, бір масканы алып қарамай. Екі жағынан ұстап, бетімізге қоямыз, так, сұраймыз. Так, мен кіммін дейді? Судың астында өмір сүресің. Судың бетінде өмір сүресің. Демек, суға жақынды, суға жақын өмір сүреді тағы. Жапырақтың үстіне секіре бересің. Секіре береді екенсің, Исмаил? Жоғында күшті жеткенсің. Я, кімсің сонда сен? Бақа. Бақамын дейді, қараш кәнекей. Бақа ма? Дұрыс, бақа екен, жақсы. Келесі Нұршат қалып бізде, келе ғой. Алам. Мен кіммін? Жетін заттың. Жетін заттың? Так, тағы. Ал. Үстінде ағаш. Қайда өседі? Ағашта өседі. Ағашта өседі екенсің, жетін зат қандай болады бұл? Қандай, түсі қандай болады? Қызыл. Тағы тек қызыл бола ма? Сары, жасыл. Қызыл, сары, жасыл болады екенсің, ағашта өседі екенсің. Алма. Алма ма, қараш кәнекей?
О, точно алмайды. Жарайсың, балалар, жақсы. Енді міндеттен сіздерге бүгін бәйге ұпайын несімен бағалайды. Бәйге әдісімен бәріңе де бір-бір бал қояйын, оразың бойынды дұрыс бәрін жауап бердіңдер. Өте жақсы, тамаша балалар. Әр жауаптарыңа бір ұпайдан алып отырасыңдар, иә? Бәйге әдісімен. Жақсы. Енді балалар, атақты ғұлама Әл-Фараби айтқандай, қай істі жасасаң да, оң нәтижесіменен өз ісіңнің хақ маманы шебері болып жаса деген. Және де 19 ғасырдың ұлы абайымыз айтқан екен, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп. Ол сөздерді де біздер балалар мамандыққа қатысты айтсақ болады. Демек, мамандық дегеніміз не екен? Мамандық дегеніміз балалар, біз бір іспен айналысу. Және де ол іс сіздерге ақша тауып келу керек та. Сендер жасаған істеріңе, мамандықтарыңа қарай жұмыс жасайсыңдар, сол іс әрекеттеріңе ақша аласыңдар да. Енді әр адамның өзінің сүйікті ісі болу керек балалар. Мамандықтар әлемі өте көп балалар. Бүткіл әлем бойынша 50 мың түрлі мамандық бар екен. Және де ол мамандықтар қатарлы жылдан жылға көбейіп келеді екен. Жан-жақты болып көбейіп келеді екен да, жылдан жылға. Неше түрлі заман талабына сай әртүрлі жаңа мамандықтар шығып жатыр. Енді мамандықты балалар дұрыс таңдай білу керек. Өйткені ол нәрсемен сен өмір бойы айналысасың да. Егер сен мамандықты дұрыс таңдамай қалсаң, ол нәрсе саған ұнамай қалса, ол жұмысты жасау өте қиын болады. Өз мамандығыңды сүюің керек. Мысалы, менің мамандығым мұғалім да. Мен өз мамандығымды өте жақсы көремін. Жан-жақты ізденіп, үнемі ізденісте жүрем, қызықты өткізейін сабақтарымды деп. Өзімнің мамандығым өзіме ұнайды. Өзімнің ісімді сүйіп орындаймын. Сол сияқты балалар, сендер де келешекте өмірде өз мамандықтарыңды сүйіп таңдап қалауларың керек. Енді балалар, мына жерде мына киіз үйдің ішінде балалар әртүрлі мамандық иелерінің заттары қалып қойған екен. Соның бәрін жинақтап, олар біздің мына қалалық саябақта қалып қойған екен. Сол бақтан жинап бізге алып келіпті. Сол мамандықтар иесін тауып, өздеріне беріңіздерші деп көмектесейік та балалар. Мен қазір мынаның ішінен заттарды аламын. Бізде қай мамандыққа қатысты екенін ойлап тауып көрейік та. Ал ең бірінші мына құралдарды кім қолданады? Мұғалім қолданады да. Бұл құралдың бәрі мұғалімнің күнделікті өмірде қолданатын құралдар екен. Мұғалім деген мектепте сабақ беретін адамдар мысалы. Жақсы балалар. Енді келесі құралымызды қарайық. Асықпаймыз, мен түгел шығарып көрсетемін, сосын айтамыз. Бұл көтереміз. Так, балалар, мынау кімнің құралдары? Так, Исмаил айтар ол. Орысша повар, қазақша. Аспазшы. Қайталаймыз. Аспазшы. Аспазшы деген не істейді? Тамақ пісіреді. Дәмді тамақтар пісіреді. Жарайсыңдар. Біздің мектепте бар ма аспазшы? Бар. Жақсы балалар, өте жақсы, тамаша. Келесі мамандық иесі. Қол көтереміз. Полиция. Жол полиция қызметкерінің таяғы, ала таяқ. Не істейді бұл таяқпен? Тек тоқтаса ма? Машинаның бағыттайды. Мынау бағыттаушы таяқ. Балалар, ала таяқ бағыттаушы таяқ. Светофор бағдаршам жасамай қалған мезгілде осы таяқпенен машинаның жүріс жолдарын бағытын реттеп отырады. Соның таяқшасы дұрыс, өте жақсы балалар. Бәрін білеміз екен. Келесі балалар, мынау кімнің құралы екен? Шыңғыс, қол көтереміз. Шыңғыс. Шаштараз. Шаштараздың құралы да қажетті. Не істейді шаштараз? Шашымызды қияды. Шашымызды қияды, еттеп берді. Ойлап қарасақ, егер шаштараз болмасақ не болады? Бәріміз өсіп кетеді де, жалбырап, жабайы болып, шаштарымыз алынбайды. Шаштараз бізге өте қажет мамандық екен де. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі құралымыз. Кім бірінші Исмаил қол көтерген сияқты? Айтам Исмаил. Доп. Кімнің құралы?
Дәрігер, жарайсың, дәрігердің құралдары да. Мынау, не мынау? Шприц. Осымен салған затты укол деп айтады. Укол салады деп айтады шприцте. Бұл шприц. Мынау, жүрек тыңдайтын және адамның жүрек қысымын тыңдайтын құралды. Мына осындай құрал жарайсың. Доктордың екен. Тамаша. Так, балалар. Мынау кімнің құралдары екен? Нұршат, қолыңды. Тігінші. Так, жарайсыңдар. Тігінші, да? Тігінші бізге не істейді? Киім тігіп береді. Киім тігіп береді, да? Тігіншісіз де біздің өмірімізді елестету өте қиын. Үстіміздегі бүткіл киімді тігіншілер тіккен дайындаған, да? Жарайсыңдар. Ал мынау кімнің құралы? Әншінің құралы да, бізге әнші өлең айтып көңілімізді көтереді екен. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы, тамаша. Ондай болса, енді балалар, мамандықта, өздерің қандай мамандық білесіңдер? Қандай мамандықтарды білесің? Бизнес. Бизнес? Бизнесмен да? Тағы да? Спецназ. Пожарный қалай қазақша? Өрт сөндіруші. Жақсы балалар. Қараңдар, мына жерде міне бірнеше мамандықтардың суреттері тұр. Мынау кім бізде? Құрылысшы. Мынау құрылысшы. Құрылысшы мамандығы өте маңызды балалар. Біздегі мына тұрып жатқан үйлеріміз, мектептеріміз бәрін құрылысшылар салады. Келесі мынау шаштар жаңағы шашымызды алады дедік. Мынау доктор, дәрігер, доктор орысша, иә? Так, мынау сөндіруші, полицейский, тәртіп сақшысы, да, жол полиция тәртіп сақшысы. Мынау аспазшы. Жақсы балалар. Бұдан да бөлек бізде өте көп мамандықтар бар да, айтылмаған. Бізде шахтерлар бар, мұнайшылар бар, иә? Мапа мұнайшы да? Жақсы. Ал енді балалар, қазір ата-анамыз қандай мамандық екенін айтып көрейік есіңізге түсіріп. Кім біледі ата-анасын? Так, айта ғой, Карим. Мен мамам кассир болып жасайды. Кассир? Тағы, әкең? Атам өзі полицейский болып жасайды. Полиция қызметкері да? Өте жақсы. Исмаил, сенде кім болып жасайды? Менің мамам. Қолыңды түзеу, аузын жаққа. Жоқ, қолыңды жинап отыр, аузын жаққа. Менің мамам полиция қызметкері анаңда, иә, жақсы. Әкең? Әкең бастық болып жасайды. Қайда бастық болып жасайды? Мұнайшы да? Мұнайда жасай ма? Өте жақсы әкесі. Мұнайда жасайды екен, жарайсыңдар. Так, Нұршат, сенде кім болып жасайды? Мамам қандай? Кім болып жасайды? Сауда жасамай ма? Кім болып жасайды? Үйдің інімді қарайды. Жұмыс жасамайды да? Жақсы, ол інімді бағу да үлкен жұмыс. Әкең кім болып жасайды? Әкем жоқ. Жақсы, сен біз. Так, Шыңғыс? Апам мұнайшы болып жасайды. Мамам дәрігер. Анам дәрігер да? Өте жақсы балалар. Ал енді мында айтылмаған мамандықтар бізде өте көп да. Пойызда бізде жол серіктері бар. Пойыз айдайтын машинисттер бар. Такси айдайтын таксисттер бар. Аяқ киім тігетін етікшілер бар да. Неше түрлі мамандықтар әлемі өте көп. Жақсы балалар. Ал енді қазір орнымыздан тұрайық, кішкене ойын ойнайық. Орнымыздан тұрып, партамыздың қасына тұра қояйық. Арқалай шығып тұрмыз. Так, қасына шығып тұрамыз. Мен қазір мамандықтар туралы айтамын. Егер дұрыс болса, шапалақ ұрамыз, дұрыс емес болса, отырып қаламыз жерге. Түсінікті ғой да? Дәрігер балаларды оқытып жатыр. Дәрігер тыңдаймыз мұқият. Дәрігер, егер дұрыс болса шапалақ ұрамыз, егер дұрыс болса, дұрыс
дұрыс болмаса жерге отырып қаламыз. Тыңдаймыз. Дәрігер балаларды оқытып жатыр. Өте жақсы, дәрігер бала оқытпайды да? Жақсы, тұра қойыңдар. Құрылысшы үй құрып жатыр. Тамаша. Так. Мұғалім сабақ жүргізіп жатыр. Ол да асандай шапалақса қарайды. Жақсы. Өрт сөндіруші өрт сөндіріп жатыр. Жақсы. Полиция қызметкерлері балаларды емдеп жатыр. Өте жақсы. Жақсы, өте жақсы. Кішкене сергіп алып отырайық орнымызға. Жақсы балалар. Енді мақал мәтел айтайық. Мақал мәтелді жалғастырып деген ойында мақал мәтел айтамыз. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың несі тәтті? Еңбектің наны тәтті, жалқаудың несі тәтті? Жаны тәтті. Жалқаудың жаны тәтті. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті. Еріншектің несі бітпес? Еріншектің несі бітпес? Айта ғой. Ертеңі бітпес. Ертеңі бітпес. Еріншектің ертеңі бітпес, е? Жақсы. Ердің атын не шығарады? Еңбек шығарады. Ердің атын еңбек шығарады. Өте жақсы. Жақсы. Еңбек түрі береке. Бұл мәтелдерімізді кішкене жаттан сұрауымыз керек. Жақсы балалар. Жаңағы кім жылдам ойынына барлықтарына да бір ұпайдан қосып берейік. Жақсы балалар. Енді балалар, бізде тағы бір дауыспен жұмыс бар бізде. Ойынымыздың аты арыстан арқыра деп айталады. Мына арыстанның бейнесіне басыңызды салып, дауысыңызды шығарып, арыстан қалай арқырайды? Дауыспен жұмыс жасаймыз да? Деп арқырайды екен арыстан. Басыңызды саламыз да, арыстан болып арқыраймыз. Қайсы кім бастайды? Жаңа шықпас керек. Қаттырақ дауысымызды шығарып айқайлаймыз. Тағы. Тамаша. Жақсы, келесі кім? Апыр, кел ау. О, елеген арыстанның дауысы. Жарайсың, жақсы. Келесі кім? Нұржан, кел ау. Тек қыздар да арыстан бола бере болады. Ау. Дауысын қаттырақ шығар. Жақсы, қыз бала болған кел. Исмаил, кел ау. Қаттырақ. Жақсы, жарайды. Тамаша. Отыра қойды. Жақсы балалар. Ал енді қараңдар. Назар деп мамандық деп жатырмыз балалар. Мамандық алу үшін арнайы оқу орнында оқу керек. Алдымен сендер осы мектепті тамамдап алғасын, ары қарай қалаған мамандықтарға жол ашу үшін оқуға барып, оқу оқып, мамандық аласыңдар да. Сондай мамандық оқып таңдайсыңдар келешекте. Ал балалар, келесі бізде кім жылдам ойыны. Мына жерде екі мамандық берілген, мұғалім және шаштараз. Мына жерде сол мамандықта қажетті құралдарымыз бар. Екі адам шығады газ тақтаға, сол кім жылдам болып, бірінші болып толтырады екен. Кім шығады? Екі мамандыққа. Так. Карим, қолын көтеріп бірінші тағы. Нұршат шығады. Так, кім қай мамандықтан береді? Так, Нұршат шаштараз болады екен, Карим бізде мұғалім болады екен.
қараймыз, қайсы заттар қай мамандыққа керек. Ішінен теріп алып, жылдам аламыз. Қарай біреулер жүрдің атын естімейді. Жылдам екеуден алып, байқа бір-біріңді қаржы бермейді. Мұқият қараймыз суретке. Жарайсыздар. Жарайсың үшін? Сенікі не болды? Жарайсың. Айтып жібере қояйық. Нұршат, айта ғой. Көрсетіп айта ғой. Шаштаразың құралдарын. Пен. Шаш кептіретін. Тара. Плойка да? Шаш бере алайтын. Қайшы. Су шашатын. Ер адамдардың шашын алатын, жақсы бере қойды ақшаны. Карим айта ғой. Сенде қандай құралдар мұғалімде? Бұлайда шекерден айта ғой, Аллахта көрсін. Айып шығамыз. Ноутбукты сабақтан қолдану. Ноутбук мұғалімдікі тағы. Ручка сабақ қолдану. Линейкаде сабақ қолдану. Линейка мынау не? Тақта сабақ қолдану. Ұштағыш. Және партада мұғалімге қатысты. Өте жақсы. Отыра ғой. Келесі. Кім шығады? Шыңғыс ше? Исмайыл шығады. Келе қойыңдар. Мұнда дәрігер және аспазшы. Кім дәрігер бар? Бола ғой дәрігер. Аспазшы. Қараймыз. Аспазшы, дәрігер. Мұқият қараймыз. Ал қараймыз, жабыстырамыз. Шыңғыстан не бар? Жарайсың. Кім дайын? Шыңғыс дайын сияқты. Ал Шыңғыс көрсетіп айтамын, не жабыстырдың? Қандай құралдар керек дәрігерге? Дәрігердің несі? Сумкасы да? Қажетті құралын салып жүретін чемоданы. Дәрігер. Анализ алатын? Проверка да? Біз анализ жинайтын. Иіс, шприц жарайсың? Өлшегіш да? Қызылдаш. Жүрек тыңдайтын тонометр да? Жақсы. Исмайыл, бір шетке тұрамыз. Бір шетке тұр көрсетеміз. Кастрюль. Оқтау. Алжапқыш. Алжапқышты. Түстің білінбеу үшін келетін алжапқыш. Қалпақ басынан. Пышақ. Ожау. Шанышқы, қолғап. Ұстайтын қолғап, жарайсың отыра. Өте жақсы. Жарайсың отыра қолғап. Енді балалар, өздерің қандай мамандық таңдайсыңдар? Келешекте қандай мамандық иесі болғыларың келеді? Карим бізде спецназ болғысы келеді екен, жарайсың. Полиция қызметкері болғысы келеді екен. Карим спецназ болу үшін қандай қасиет болу керек сенде? Спортқа түсу. Жарайсың, күшті болуың керек да сен? Жақсы. Исмайыл, полиция болу үшін сен қандай болуың керек? Полиция болу үшін мен әділ болуың керек та, шыншыл болуың керек, тоже батыр болуың керек, халықты енді қорғау үшін. Жарайсың. Нұршат, сен кім болуың керек? Шаштараз болушы керек екен. Нұршат, жақсы. Шыңғыс? Дәрігер. Шыңғыс бізде дәрігер болушы керек екен. Шыңғыс басына алып отыр ма? Бетін жаппай отыр. Шыңғыс бізде дәрігер болушы керек екен. Жақсы. Балалар, қай мамандық болса да өте білімді және білікті болуымыз керек та. Біз жан-жақты білімді болуымыз керек. Балалар, енді тұшырмалық тантамалескамыздың мамандықтар әлеміне мамандық таңдауға байланысты осы ойынды ойнайық. Мында аспазшы,
полиция қызметкері, өрт сөндіруші, дәрігер және мұғалімнің бейнесі бар екен. Кім қай мамандықты таңдап тұр? Қай мамандық ұнап тұр, соған келіп басымызды салып сөйлей қояды мамандық жөнінде. Так, кім келеді? Мен дәрігер. Келау. Дәрігер болады екен бізде Шыңғыс. Астаңыздікі. Жақсы, қайда бізде дәрігер? Аха. Айта ғой. Мен адамдардың Емдейсің да? емдеймін, Көмектесесің. көмектесемін, Дәрігер болғың келеді, да? дәрігер болғым Жарайды. Келесі. Келе ғой. Карим. Сен кім боласың, Карим? Өрт сөндіруші. Спецназға жақын жұмыста, дәл спецназ сияқты. Так, не істейді өрт сөндіруші? Кішкене көтерейік, нұрша. Өрт сөндіруші не істейді? өрт сөндіруші оттарды сөндіреді. Иә. Адамдарға көмектесе ма? Адамдарды Есепті қорғайды. құтқарады, оттан қорғайды, көмектеседі. Өте адамға қажет мамандық. Так, келесі Исмаил келе ғой. Так, Исмаил бізде кім болады? Полиция қызметкері болады, иә? Не істейді полиция қызметкері? Полиция қызметкері халыққа көмектеседі. Иә. Адамдарды қорғайды. Жарайсың. Полиция адамдарды өткізеді. Қорғайды, да? Жақсы. Нұршат, сен кім боласың? Аспазшы. Аспазшы. Аспаз тәтті тамақтар пісіреді. Адамдарға қызмет ете ма? Иә. Адамдарға қызмет етеді. Жақсы. Өте жақсы. Ал мен мұғаліммін. Өзімді жұмысымды сүйіп орындайтын, балаларға білім беретін мұғаліммін. Так, жақсы балалар. Өте жақсы. Отыра қойыңдар. Балалар, енді соңғы тапсырмамыз, осы тапсырмамызда ұпайларымызды бәрімізге де бір ұпайдан қосайық. Жарайсыңдар. Келесі балалар бізде саусақ гимнастикасын жасаймыз. Қол практикасымен жұмыс орындаймыз. Мына берілген сенсорлы жолдарға саусақты тантабалескамызды қолданып, мына қолымызды саламыз, саусағымызды, мынамен адам нелерімізді, кейіпкерлерімізді жүргіземіз. Карималар, саусағымызды салып, сенсорлы жолменен жүргізе ғой. Қалай жүргізеді? Салып, қолын сала ғой, саусағымды салып, екі саусағымды салып, мындай. Саусағымды саламыз, аяғы болып жүргіземіз сағады. Жасаймыз. Жақынап жүргізіп жатыр. Ал балалар, сабағымызда соңына келіп қалды. Бәрінде өте жақсы қатыстыңдар. Мына жерде Исмаилға, Шыңғысқа, Каримға, Нұршатқа бәріне де 4 ұпайдан қойдым. Өте жақсы қатыстыңдар. Көп рахмет сендерге. Келешекте жақсы мамандық таңдап, жақсы мамандық иесі болуларыңа сендерге мен шын жүректен тілектеспін. Бұл мамандық тақырыбында біз әлде де жұмыс жасаймыз. Бұл кеңінен өтетін сабақ. Ары қарай да дамытамыз бұл сабағымызды. Енді балалар, сабақ сендерге ұнады ма? Қандай болды сабақ, соны өздерің бағалап рефлексия жасап кетіңдер. Нәтижелерін киіз үйіміз тұр, тамаша, жақсы, қанағаттарлық деген жазулармен. Егер сабақ ұнаған болса, өте жақсы, ұнаған болса, тамашаға қоямыз, орташа ұнаса жақсы деп қоямыз, ұнамаған болса, қанағаттарлық деп саламыз. Және карточкаларды алып, киіз үйдің ішіне сала қояйық. Келе қойыңдар. Бір карточканы аламыз да, егер ұнаса, тамашаға, орташа болса, жақсыға саламыз, ұнамай қалған болса, түсініксіз жағдайлар болған болса, қанағаттарлық саламыз. Жақсы. Жарайсыңдар. Үшеуіне қатты ұнап, тамашаға салып, бір оқушымызға, орташа Исмаилға бір түсініксіз тұстары болған болса керек, онымен әлде де жақсы, рахмет балалар. Сау болыңдар.